Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Бүгін сіздермен бірге осындай сиырдың қимасынан керемет қуырдақ жасайтын боламыз. Видеоның соңына шейін менімен бірге болыңыздар. Неке шектерімізді жуып алдық. Өзі осылай жеке-жеке салафанда сақталған. Қыста менде осындай шектер көп. Бұл шек болғанда не ғой? Қалай айтатын еді? Қима дейді. Енді мен ассам да желінбей қалады кейбір кезде. Бисмилля деп мұзай суымызға саламыз. Енді бұның іштеріне мен жуған кезде айналдырғанда ішіне чеснок салып, айналдырған бұрышпен чеснок салып. Сондықтан да бұның дәмі өте керемет. Осыны мен қазір суға қайнатып аламын, сосын бір күшті тағам жасайтын боламыз. Енді ет асыққанда желінбейді, мал өте семіз болды, қазысы бар, бірдеңесі бар деген сияқты сиырдың осындай нелері, қималары жылда қалып қойып жатады. Мен бүгін керемет кешкі асқа тамақ дайындаймын, сол сіздермен бірге бөлісейін деп жатырмын. Бірінші етіміз, осы шегімізді 1-2 сағатқа піскенше отта пісіріп аламыз. Тұзын салыңыздар, оны өздеріңіз білесіздер. Бірінші қайнатып алып, көбігін алып, сосын баяу отта 1-2 сағаттай пісіріп алатын боламыз. Неке шегіміз 2 сағат, тура 2 сағат болды. Әдемі бұқылдап тұрып пісіпті. Енді сіздер бақылаңыздар, енді малдың үлкен жас кәрісіне қарайды ғой. Неке көбігін алып өткісінде де шығып жатыр, тазартып жүрем ғой. Осылай шектердің бәрін сорпадан ажыратып аламыз. Бір күшті тағам жасайтын болам кешке. Есік дайындалып кешке дегустация жасайсың. Үндес қазір көресің жеген кезде. Қаншама шек болды. Осының бәрі неке май болып шығыпты. Бетіне қазір майын қалқып алатын боламыз. Оны да көрсетіп жүрейінші сіздерге. Керемет май шығып тұр, енді бар ғой. 1-2 литр май бар шығар бетінде. Шектеріміз кішкене нете тұрсын, салқындай тұрсын. Неке бетін майын қараңыздар. Мөп-мөлдірімді сеткімен сүзіп та керек емес. Қараңыздар. Қандай керемет. Қандай керемет мөп-мөлдірімді. Осыны сүзіп аламын да, мен тамақ жасаған кезінде сұйық маймен бірге араластырып, балық болсын бәрін осыған қуырам. Табиғи ғой, дүкендікіне қарағанда. Ары қарай енді қазір кездесетін боламыз. Біз шегіміз кішкене шамалап салқындасын, сосын турайтын боламыз. Неке пиязымызды біз қосатын заттарымызды көрсетіп алайын сіздерге. Осы тәтті бұрышымыз бар, қызанақ бар, мындай бір тамақтан қалған осындай ащы бұрыш бар, сәбізіміз бар, мындай жасыл тәтті бұрыш бар, әйтеуір. Қолда не бар, соның бәрін қосып жатырмын. Неке үлкен бір пиязды жуып тазартып, неке аршып алдым. Енді осы пиязымыздан бастайық. Енді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кесе беріңіздер. Пиязымызды осылай барлығын турап аламыз. Енді құрметті көрермендер, бізде шегіміздің арасында әлі май бар ғой. Мен құрыш етке тумай қоссам, ол қатып қалады. Сондықтан да бір үлкен қасықпен 1-2 қасықтай сұйық май құйып жатырмын. Әзірше ол жетеді деп ойлаймын өзім енді. Осыған біз қазір туралған жуамызды саламыз. Кішкене нетіп алсын, майы салсын. Пияздарын салайық. Пиязымыз енді қуырып болғанша қалған көкөністерімізді турап алайық. Енді сәбізді сіздер қалай турасаңыздар да барлығын өздеріңіз білесіздер. Қатып қалған ештеңе де жоқ. Мен сәбіз осылай жұқалау қылып, дөңгелекше етіп турап жатырмын. Себебі біздің шегіміз піскендіктен біз бұны көп болмаймыз. Сәбіз деген бізде көп піседі. Осылай турап аламыз. Сәбізді де енді мен ұзынша қылып турайын деп тұрмын. Соны сіздер енді өздеріңіз байқайсыздар енді. Кім қалай жақсы көреді, солай турай береді. Енді өте ұзын қылмай, былай ұзынша қылып. Осылай барлығын турап аламыз. Қызанағымызды да турап аламыз. Енді өздеріңіз тоже қалауларыңыз бойынша осылай турап аламыз. Неке пиязымыз туылды, көрсетіп жүрші. Енді азғантай сәбізіміз бар. Сәбізімізді 1-4 минут тұрып алайық. Сосын қалғанын барлығын бір жақта салып жүреміз. Енді қалған неке тәтті бұрышымыз, қызыл, көк бұрышымыз, тоже андай сладкийдің көгі, қызанағымыз, сосын жартылай ащы, жартылай тұщы дейді ғой, қатты ащы емес, ал нанмен жеп жүр. Барлығын жақсылап араластырып алайық та.
баяу отқа қоя тұрамыз, бетін жауып. Тұзын салып жүрек айтқандай. Бір қасықтай, шай қасықтан тұз салдым. Енді бетін жауып, жаңа шектеріміз турап алғанша бір 5-6 минутқа отта тұра тұрсын. Осылай көп пиязымыз бар. Сабағымен, басымен, бәрімен осыны өте уақытамай қойыңыздар. Бұлай осылай барлығын тұрып аласыздар. Мінекей жаңағы шектеріміз, енді шек ойбай бірден екен демеңіздер, енді жуылып тазартылған әдемі. Енді өте үлкен қылмай осындай орташа қылып барлығын тұрап аламыз. Мінекей пиязымыз барлығы әдемі пісіп қапты. Енді дайын болып тұрған шектерімізді ресіме деп саламыз. Енді оң қолмен ұстап, сол қолмен ұстап демеңіздер, маған ыңғайсыз болады бұрыста. Енді сіздер енді оң қолдарыңызбен істей беріңіздер, жасай беріңіздер. Маған ұста ыңғайсыз болып қалады. Сізге де оң қол ұстап. Сіз де оң қолмен істеп жатсыз. Енді кейбір кезде болады, сол қолмен кетіп қалатындар. Енді осының үстіне біз енді салмай қойсаңыздар да болады негізі. Көрермендер, мен қысқа осылай нелерді, томат пастасы, қызанақ пастасы бола ма? Осылай қатырып қоямын, жаңа бір 5 минуттай бұрын алып қойып едім, кішкене жібіп қапты. Бөліп қоюға да болады, енді уақыт болмағасын солай салдым. Осындай ғана кішкентай шай қасықпен салмасаңыздар да болады негізі, мен өзі салып жатырмын кішкене түс берсін деп. Енді болша жаңа помидор, қызанақ дегендер көбірек салуға да болады, өте дәмді болады. Бұл өзі шек тұздалған, жаңа арасын салған көкөністер тұздадық. Бұған бізде енді кішкене бұрыш қосамыз, қара бұрыш. Паприка қоссаңыздар тіпті әдемі болады. Осылай қосып, сосын манағы сорпамыз бар ғой. Сорпамыздан қанша май шыққан балам көрсетші. Қараңыздар, құрметті көрермендер. Мінекей май шықты, қаншама. Қазір қолаларға бір тағы да бір нетемді, қайнатып жіберемді. Мынаған енді манағы сорпадан кішкене енді осылай жетіп қалады шығар. Сорпа құйдым, манағы сорпаны төккен жоқпыз. Енді жақсылап бір араластырып, бір 5 минутқа оттың астын қатты шығармай, бір бүлк еткізіп аламыз бетін жауып. Құрметті көрермендер, мен сарымсағымды түкетіппін. Қазір қосып жүрейін, сөндіріп қойып едім негізі енді. Қазір кішкентай қосып жүрейін. Осылай кішкене 2 сарымсақ алдым, осылай көп болмайтын шығар. Дәмін келтіреді ғой. Осылай қосып жүріңіздерді. Сосын араластырып жүреміз ғой. Тамағымыз дайын болды. Түрі дегендеріңіз енді соска деймін ба? Күштіп тұр енді. Жуамыз бар, пиязымыз бар, жаңа көк пиязымыз. Соны тұрақ қойғанбыз енді. Ертерек салған жоқпын. Енді араластырып жүрейін. Егерде енді бетіне ғана салам десеңіздер, бетіне ғана салуға да болады. Біз енді отбасымызбен осылай пияздың түр-түрін жейміз, жақсы көреміз. Енді осыны біз қазір бесмилла деп табағымызға салайық. Бисмиллахиррахманиррахим. Ой, мына қараңыздар, қандай керемет. Ух ты. Есі дегеніңіз керемет. Енді қазір дегустациясын жасайтын боламыз. Саламатсыздар, құрметті менің келіншегімнің сүйікті көрермендері. Міне бүгін менің келіншегім қимасы шек. Сүр шектер сақтаған ғой, көп сақтағандықтан осылай жасап берейін деп көріп жатырмын көрермендеріме. Деликатес. Ішінде бұрыш пен чесногы бар. Күшті мындай тағам жасаған екен, соны ауызсүйін деп отырмын. Ал бисмиллахиррахманиррахим. Жаман деп айтып шома, күшті деп айтасың деп қойым. Бірақ өзімен ады жеп алдым мен. Керемет та, былқылдап тұрған шығар, е? Оуыштармен бәрімен күшті нетледі екен. Түрін айтса енді. Прямо солай кәдімгі. Бәрін жақ қоятын сақтап тұрып қой. Тамаша екен. Тамаша ма екен? Қойын. О, кинодағы сияқты жеш. Ас болсын. Сал жүресің жоғада. Тамаша. Ас болсын. Әдемі. Күшті екен, ас болсын. Мына қараңыздар, көрермендер, қаншама май шықты. Түбін қараңыздар, тап-таза 1,5 литрдай май шықты. Тамаққа осыны пайдаланатын боламыз болашақта. Қаншама пайда, кіттай шектен қаншама май шықты деймін да. Үйлеріңізде осындай тағам жасаңыздар. Қуырдақ десе қимадан. Қуырдақ, деликатес, мынағыз бүкіл витаминнің, шөптің бәрі осында негізгі.
шек қарында. Ас болсын. Осылай жасаңыздар, келешегіме подписка жасап кеттіңіздер. Келесі кездескенше қош саламат болыңыздар.